Бірінші күн. Бастама өзіңді өзгерту жолы. Бүгін сенің жаңа өміріңнің алғашқы күні. Көп адам өз өмірін өзгерткісі келеді, бірақ әрекет етпейді. Олар армандайды, ойлайды, бірақ нақты қадам жасамайды. Ал сен қадам жасап отырсың, бұл қадам сенің жаңа болашағыңның бастауы. Өмірдің ең маңызды құпиясы әрекет. Бір қадам жасаған сәттен бастап, сен өзіңнің болашағыңды құруға кірісесің. Көп адамдар үшін өзгеріс қиын болып көрінеді, себебі олар тек нәтижені ойлайды. Бірақ іс жүзінде өзгеріс бұл әрбір күндегі кішкентай қадамдардан басталады. Бүгінгі күннің басты мақсаты өз ойыңды бақылау және теріс ойлардан арылу. Өзіңе сұрақ қой. Мен бүгін өзімді жақсарту үшін не істей аламын? Бір әрекетте болашағыңды өзгертеді. Мысалы, ойларыңды қағазға жазу, жаңа әдет бастау немесе тек өзіңе бір міндет қою. Бұл кішкентай қадамдар үлкен жетістікке апарады. Өткенді артқа тастау өзіңді босату. Көп адам өзгеру жолында ең үлкен кедергі ретінде өткенді көреді. Бірақ өткен бұл тек тәжірибе. Қателіктерді еске түсіріп, өзіңді кінәлеме. Керісінше олардан сабақ ал. Бүгін өзіңе сеніп, мен барлық қиындықтарды жеңемін, мен алға жылжимын деп айт. Өзіңді мақта. Мен өзгеруге дайынмын. Бұл сенің ішкі сенімділігіңді арттырады, ал сенім табысқа апаратын басты қадам. Өзіңе сену ең үлкен күш. Әр қиындық алдында өзіңе сену негізгі қадам. Өмірде бәрі сені сынайды, бірақ тек сенің өзіңе сенуің жол ашады. Сен өзіңді бағалай білсең, өзгелердің пікірі маңызды болмайды. Бүгін бір әрекет жаса. Өз қабілетіңді пайдаланып жаңа нәрсе үйрен немесе өзіңді бір жақсы қадаммен сына. Әр әрекет сенің өсуіңнің дәлелі. Үлкен өзгеріс бір күнде болмайды. Кішкентай қадамдар үлкен нәтижеге бастама. Бүгін тек бір нәрсені жақсартуға тырыс. Мысалы, кішкентай әдет бастау немесе бір тапсырманы орындау. Әр қадам сенің өсуіңнің белгісі. Өзгеріс әрдайым сенің қолыңда, тек әрекет ету керек. Ұмытпа, кішкентай қадамдар да маңызды. Кішкентай әрекет болашағыңды түбегейлі өзгерте алады. Теріс ойлардан арыл. Позитивті ой сенің ең үлкен қаруың. Өзіңе айта біл. Мен мықтымын, мен құнды адаммын, мен өзгере аламын. Сенің ойың сенің өміріңді құрайды. Бүгінгі күн ойларыңды тазарту күні. Теріс ойларды байқасаң, оларда позитивті ой қалмастыр. Өмірде бәрі сенің ойыңнан басталады. Позитивті ой сенің ішкі күшің. Өзіңмен бәсекелес бол. Басқалармен салыстырма. Өткен мен болашаққа емес, бүгінгі күнге назар аудар. Әр жетістік сенің күшіңнің дәлелі. Өзіңді жетілдіру ең басты мақсат. Әрбір жаңа қадам өзіңді жақсартуға мүмкіндік береді. Бүгін бір әрекет жаса. Өз қабілетіңді пайдаланып жаңа нәрсе үйрен немесе өзіңе жаңа мақсат қой. Әр қадам сенің дамуыңның белгісі. Шыдамдылық сенің ең сенімді досың. Жылдам нәтиже күтпе. Өмір ұзақ сапар, әр қадам маңызды. Бүгін шыдамдылықпен әрекет ет. Кішкентай сәтсіздіктерге мән берме, оларды сабақ деп қабылда. Сен шыдамды болсаң, сенің табысың да тұрақты болады. Әр қиындық сенің өсуіңнің мүмкіндігі. Өмірде шыдамдылық ең үлкен қасиет. Бүгінгі күннің тағы бір маңызды аспектісі мақсат қою. Өзіңе нақты мақсат қой. Мақсатсыз өмір бағытсыз болады. Бүгін кішкентай мақсатты орындау арқылы өзіңе сенімділікті арттыр. Мақсатқа жету үшін жоспар құру қажет. Жоспар сенің жол картаң. Әр қадамды жоспарлап іске асыру арқылы үлкен нәтижеге жетуге болады. Бүгінгі күні өзіңді тек физикалық тұрғыдан емес, рухани тұрғыдан да дамытуға тырыс. Кітап оқы, жаңа білім ал, өз ойларыңды кеңейту үшін жаңа тәжірибе жаса. Білім сенің ішкі күшің. Әр жаңа білім саған сенімділік береді. Бүгін бір жаңа нәрсе үйрен, жаңа әдет баста, немесе тек өзіңнің қабілетіңді сына. Бүгінгі күннің соңында өзіңді бағала. Өзіңді мақта, өз жетістіктеріңді мойында. Өзіңді жақсы көргенде ғана өзгелерге де мейірімді боласың. Өзіңді құрметте өзіңді дамытуға алғашқы қадам.
Сондай-ақ бүгінгі күнді қорытындылау үшін өз ойларыңды жазып көр. Не істедің? Қандай жаңа әдет басталды? Қандай қиындықтар болды? Қандай сабақ алдың? Бұл күндік журнал болашағыңды бақылауға мүмкіндік береді. Әр күн сайын өзіңді бақылап, жетілдіру арқылы сен 21 күнде толық өзгеруге дайын боласың. Бүгінгі күн сенің жаңа өміріңнің бастамасы. Сен әрекет еттің, сен өз жолыңды таңдадың, және бұл жол сенің өзіңді жетілдіруіңе апарады. Ештеңеден қорықпа, сенің күшің шексіз. Сен өзгеруге қабілеттісің, тек әрекет ет. Бүгінгі күн сенің жетістігіңнің бастауы, және сенің әрбір әрекетің саған жаңа мүмкіндік әкеледі.